жаңадан тіркелген қатысушылар көп жағдайда талқылау беттеріне қолтаңбасын қоймай кетеді. Негізі жазған жеріне өзінің қолтаңбасын қойған дұрыс. Қазір көрсетейін. Мысалы, мына жерде дауыс беріп жатыр. Дауыс берген. Дауыс беретін жерге міндетті түрде қолтаңба қою керек. Мысалы, мен мына жерге қолдаймын деп дауыс беретін болсам, біріншіде қойып тастадым, бірақ мысал ретінде көрсетсем. Мына жерде Wiki Editor құралында мына жерде қолтаңба және уақыт деген басу керек. Алдын ала қарау. Мұнда осылай. Сіздің атыңыз және талқылау бетіңізге өтетін сілтеме. Бұл қатысушылармен байланысу үшін өте тиімді. Ал мына талқылау легі деген бетте ешқандай қолтаңба қоюдың қажеті жоқ. Сіз мұнда жазсаңыз, өздігінен қолтаңба қойылады. Мысалы, мұнда қатысушылардың талқылау бетінде жаңадан қосылған discussion tools деген бар. Талқылау құралдары. Сонда сіз жазсаңыз, қандай да бір жауап жазсаңыз, қолтаңба өздігінен қалдырылады. Мысалға қазір көрсетейін. Мұнда төменде нәтижесі көрсетіп тұр. Қолтаңба көрсетіп тұр мұнда. Мына жерде мына кісіге жауап беріп жатқандықтан мына жерде атап өтсек болады. Қатысушыны атап өту. Mention user дейді. Жауап беруді басқан кезде жауабыңыз сақталады.